Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен клубничный лимонад жасаймыз. Өте дәмді шығады. Сіздер де осы рецептпен жасаңыздар. Біздің каналға подписаться кнопкасын және қоңырауша кнопкасын басуды ұмытпаңыз. Бізге керекті заттар: клубника, лимонның жартысы және 100 грамм қант керек. Клубниканы блендерға саламыз. Үлкен болған жағдайда ортасынан бөліп салыңыздар. Міне блендердің ыдысына салдым. Енді үстіне қант қосамын. Үстіне біраз сарыағаштан қосып жіберемін, жақсы араласу үшін. Енді блендермен араластырып алдым. Міне осындай сұйықтық шығады. Енді бұл сұйықтығымызды осылай ыдысқа құйып алдым. Енді біз үстіне сарыағаш құямыз. Кәдімгі қайнаған судан да қосуға болады, егер сіздерде сарыағаш болмаса. Бірақ лимонад болғандықтан сарыағаш қосқандарыңыз дұрыс. Енді лимонның суынан 3 қасық қосамыз. Осылай сүйектерін алып тастайсыздар. Достар, біздің каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Қандай да бір рецепт бойынша сұрақтарыңыз болса, астына жазыңыздар, мен жауап беретін боламын сіздерге. Видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Міне біздің клубничный лимонадымыз дайын. Түрі өте әдемі, дәмі өте дәмді шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Дәмді. Рецептпен жасағаннан кейін міндетті түрде комментарийға бөлісіңіздер.